жетістікке жете алмайды. Себебі температура плавлениелер өте төмен да. Былай зерттеп қарайтын болсаң. Бір адамдар бар ғой, 100 000 теңгенің уровенде плавать түсіп кетеді. 100 000 теңгеге досын сатып кетеді, алдап кетеді дегендей. Қаншама ақша табасың, соншама уровенде плавление неше теңгеге немесе неше ситуацияда қандай жерде кіріп кетесің, выгораешь. Соны күшейту үшін не істеу керек? Ол үшін адам эмоциональный, психоустойчивый болу керек, шешім қабылдап білу керек. Сондықтан неге температура плавлениені көп адам түсінбейді, түсінсе негізінде кез келген жерлерде ортасында қиын жағдай болды. Дүрке сенде де көп жағдайлар болып жатады, нетеді, жан-жақтан қысып кетеді ғой, бір кейбіріне жан-жақтан проблема қысып кетеді. Сол кезде сенің орнында бір температура плавлениесі төмен адам болған кезде олар баяны тастап кетеді, қойшы дейді да, бір заводқа жұмысқа кіріп алады, зато стабильность қой дейді да, қорланып жүргенінше осыдан шығу дейді да, сөйтіп өмірін тоқтатып дейді да. Сондықтан температура плавления жоғары.